Армысыздар. Әңгіменің жалғасы. Даяшының сөзіне шек келтіруге болмайды, деді осы арада әңгімеге араласқан Серғалиев. Оны Пименовтің өзі де мойындаған болатын. Жақсы, Петронканың өмірінің соңғы 2 сағатын ресторанда өткізгені анық дедік. Ал оған дейін қайда болған? Базарға неге барған? Егер рас болса, өйткені біз оны Пименовтің сөзінен ғана білеміз ғой. Пименовтің бізді басқа жолға салып жіберуге ұмтылуы да мүмкін екенін ұмытпайық. Өйткені ол өзіне ауыр күнә тағылып отырғанын жақсы түсінеді. Демек біз қара мұрттының кім екенін анықтауымыз керек. Петронканың уысынан табылған 3 тал шаш оқиғаға қатысты 3-ші адамдікі болуы мүмкін екенін аңғартады. Сол 3-ші адам қара мұртты болса ше? Бұл іспен Қанат Мағжанұлы, сіз айналсыңыз, тағы да Петронканың жұмыс орнына соғыңыз. Мүмкін белгісіз бір жайлардың беті ашылып қалар. Ал сіз, Серғалиев? Ол енді лейтенантқа бұрылды. Сіз Петронканың әйелінің қайда екенін анықтауға тырысыңыз. Мүмкін ол ауылдағы әке-шешесіне кеткен болар. Облыстан тысқары жерге де кетуі ықтимал. Аэропортқа да соғыңыз. Осы кезде біреу есікті қақты. Қазбек шығар. Кірсін, шақыр, деді капитан шеткірек отырған Әлжановқа. Сержант формасындағы жас жігіт табалдырықтан аттар-аттамастан оң қолын шекесіне апарған күйі қаздиып тұрып қалды. Жолдас капитан, сержант Қазбек сіздің бұйрығыңыз бойынша келіп тұр. Сержант, жоғарыға шық, мына орындыққа отыр, деді ол кіші әріптесіне ізет білдіріп. Неге шақырғанымды білетін шығарсыз? Иә, деді Қазбек. Онда Петронканың отбасындағы келіспеушілік жайлы топ мүшелеріне айтып берсеңіз. Жақсы, кешкі сағат 8:30 кезі болатын. Біз жұмысшы посылкасынан бөлімге оралып келе жатқанбыз. Кенет рация арқылы бөлім байланысқа шақырды. Бөлімдегі жауапты кезекші вокзал маңындағы бір пәтерде үй иесінің мас болып жанжал шығарып жатқанын хабарлап, соған соғуға бұйырды. Сыртқы есікті бізге жасы 30-дар шамасындағы келіншек ашты. Жылаған болуы керек, 2 көзі бұлаудай болып ісіп кетіпті. Сіз шақырдыңыз ба? Деп сұрадық. Иә, мен шақырдым. Күйеуім ішіңкіреп келіпті. Мазамды алып болды, деді. Осы кезде 2-ші бөлмеден ер адам шықты. Ішкен адам белгілі ғой. Мына кісі сап-сау. Қасымдағы серігім Петров осылай ойлаған болуы керек. Әйелге қарап, жолдасыңыз қайда? Деді. Мен, міне алдарыңызда тұрмын, деді әлгі жігіт сабырлы қалпын бұзбай. Түкке түсінсек бұйырмасын. Содан соң мен. Сіз бүгін арақ іштіңіз бе? Деп сұрадым. Жоқ, бүгін үйден аттап та шыққаным жоқ, деді. Онда әйеліңіз бізді неге шақырды? Оны өзінен сұраңдар. Келіншек жанарымен жер шұқып, басын көтерген жоқ. Біз Петронкадан кешірім сұрадық та шығып кеттік. Лифтіге кіргеннен кейін Петров. Масы, мас емес, бірақ әйелі екеуінің арасында бір кикілжің бар сияқты, деді. Маған да солай көрінді. Жақсы, әңгімеңізге рахмет. Көшербаев осыдан кейін топ мүшелерінен көп ұстаған жоқ. Олардың әр қайсына нақты тапсырма беріп шығарып салды. Сосын сағатына қарады. Уақыт 11-ге таяп қалыпты. Ол стол үстінде жатқан қағаздарынан жинастырып сейфке салды да бөлім бастығының кабинетіне беттеді. Подполковник кабинетте жалғыз екен. Көшербаев алдындағы орындыққа жайғасқаннан кейін құлағым сізде дегендей кейіп танытты. Суға түскен тал қармайды,
дегендей айғақтың бәрін ұсақ-түйек демей тексеріп жатырмыз, деді капитан. Солай болуға тиіс. Серғалиев Пименовке шыққаннан кейін бәрін ұмытқан сияқты. Сонда қалай? Пименов қазірдің өзінде ақталып отыр ма? Олай деуде әлі ерте. Дегенімен, біз әзірше оны мазалағымыз жоқ. Сырттай бақылаумен ғана шектеліп отырмыз. Қара мұрттыдан не хабар бар? Әзірше қайда екені белгісіз. Оған Петронканың әйелі арқылы шықпақпыз. Көршілерінің айтуына қарағанда екеуі осыдан 2-3 күн бұрын бір жаққа кеткен. Иә, қара мұртты. Қайткенде де табу керек. Петронканың әйелінен қайта жауап алу да артық болмас. Оның жұмыс орнына барып, басшылармен бірге істейтін адамдармен әңгімелесу керек. Жақсы, жолдас подполковник. Сағат 5-те мектеп оқушыларымен кездесуге баратыныңызды ұмытқан жоқсыз ғой? Жоқ. Олай болса бүгінгі әңгімемізді осымен тәмамдайық. Ол көзі жұмулы болғанымен көңілі ояу күйде ұзақ жатты. Қанша әуреленгенімен кірпіктері айқасар емес. Кездесуде қозғалған көңіл пернесі жуыр маңда тыншымасын сезген ол төсегінен тұрып ас үйге барды. Бірақ онда да байыз тауып ұзақ отыра алмады. Суыңқырап қалған бір шәшкі қара шайды сораптамай бірақ жұтты да қайтадан жатар бөлмесіне беттеді. Кездесуге жоғары сынып оқушылары түгел дерлік жиналыпты. Сұрақтар қарша борады. Шамасы келгенше бәріне жауап берген болды. Осылай 2 сағат уақыттың қалай өтіп кеткенін де аңғармай қалды. Бірақ негізгі сұрақ алда екен. Ар жақта отырған оқушылардың бірі орнынан тұрып, «Рұқсат болса менің бір сұрағым бар еді», деді. «Сұра, Берік, сұра», деді сынып жетекшісі. «Менің байқауымша, сіз ішкі істер органдарына бірден келмеген көрінесіз. Жаңа өзіңіз айттыңыз, орта мектепті тәмамдағаннан кейін біраз нәрсенің құлағын ұстапсыз. Шопан болыпсыз, тракторды да істепсіз. Сонда қалай? Сіздің қоғамдық тәртіп сақшылары қатарына қосылуыңыз кездейсоқ па? Әлде өмірдің өзі ұсынған таңдау ма? Бұл сұраққа 2 ауыз сөзбен жауап беруге болмайды. Бірақ уақыттың тығыздығына ескере отырып, қысқа қайыруды жөн көріп тұрмын. Иә, мен погон тағуды жастай армандадым, дей алмаймын. Бұдан менің бұл қадамым кездейсоқ жасалды деген ұғым тумасқа тиіс. Қанағаттансаң? Жауап осы. Рахмет. Шынында да соңғы сауалдың жүгі ауыр болып шықты. Ол еріксіз ой жиегіне ерді. Өзі тетелес ауыл балалары сияқты. Ол да талдан тұлпар ертеп, ертелі кеш томпаңдап жүруші еді. Бал дәурен шақтық думаны таусылмастай көрінетін сол сәтте оған. Жоқ, олай емес екен. Мектеп директоры Сейсен ағай кәмелеттік аттестатты ұстатып тұрып, сендер енді бала емессіңдер, ер жетіп азамат болдыңдар. Ертең-ақ өмірден өз орындарыңды табасыңдар, дегенде ол 10 жыл бойы тәлім тәрбие алған, білім кәусарының сусындатқан алтын ұя мектебімен бірге балалық шақпен де қоштасатынын сезінген. Сейсен ағай айтқандай өмір иірімі тез үйретіп әкетті. О баста ойы мектеп бітірісімен жоғарғы оқу орнына түсу болатын. Бірде парталас досы Төлеген бұлайша оқуға бара алмайтынын айтты. Еркін, неге? Деп қазбалаған жоқ. Оның анасын жалғыз қалдырып кетуге қиналып жүргенін іштей сезетін. Досын аяп кетті. Содан болар. Ендеше мен де ауылда қаламын деген сөздерді қалай айтқанын да аңғармай қалды.
Ауылда қалған соң оның арты белгілі ғой. Енді қалтаға қол салып селеңдеп жүре алмайсың. Екеуі араға апта салып жұмыс сұрап басқармаға келді. Басқарма өздерімен бірге оқыған Сайлаубектің әкесі Ерғали бұлардың оқуға бармайтынын естігенде тіпті жайраңдап қалды. Біздің Сайлаубек прокурордың оқуына кетті. Дұрыс жұмыс істейміз дегендерің құптарлық, жұрттың бәрі бастық болса, жұмысты кім істейді? Деді ол жорта күліп. Доп ойнаған тозар, бәрінен де қой бағып құйрық жеген озар, деген. Ана Қадырға көмекші болыңдар, деп сол арада шешімін де айтып үлгерді ол. Ер жетіп, бір-бір үйдің иесі атанғанда Төлеген екеуінің арасы ажыраған емес. Бүгінде бір қалада, бір көшенің бойында тұрады. Ол жобалау институтында істейді. Ал бұл болса қылмысты іздестіру инспекторы. Балалы шағалы болса да бірін-бірі сағынып тұрады. Кездескен сәтте балалық шақты, ауылды еске алып ұзақ сонар әңгіме бастап кететін әдеттері де бар. Ондайда жұбайлары жақтырмай қалады. Қанша дегенмен қала қыздары ғой. Ауылда шаңнан басқа не бар? Деп мұрындарын шүйреді олар. Шіркін, ауылдың несін айтасың? Деді Төлеген келіншегін қыздыра түсіп. Жұпар иісі аңқыған кең далаға не жетсін? Деп еркінде қиялға берілді. Қымызығандай бір ұрттасаң болды, балқи бересің. Ауасын айтсаңшы, ауасын. Керемет болса, қалаға неге келдіңдер? Осы бір сөздерден кейін Төлеген екеуінің де ауыздарына құм құйылғандай. Бұл арада уәж айту орынсыз секілді. Өздерінің қалалықтар қатарына қосылып, алыстағы ауылға ара-тұра болса да ат ізін салып тұрмайтындарын қалай түсінерсің? Тіпті ақтайтын жай жоқ. Ойына тағы ауыл оралды. Кешегі ауыл бүгінгідей емес, магнитше тартып тұрушы еді ғой. Қазір ғана бәрінің құрып жатқаны. Осыдан 15-20 жыл бұрын бар байлық ауылда тұрғандай көрінетін оған. Отар-отар қой, Қадыр, өздерін еңбекке баулаған сол асыл азамат қазір қайда екен? Зейнетке де шыққанда шығарау. Қадырдың қияс мінезі елге ежелден-ақ белгілі. Ал бұлар болса, оның сырына көмекші болған 2 жылдың ішінде әбден қаныққан. Жалпы ол қой аузынан шөп алмайтын момын жігіт. Қақ соқта жұмысы жоқ. 2 жылдың ішінде талай рет көздері жеткен оған. Оның ойына осыдан 10 жыл бұрын қоңыр күзде Қайран көлдің дөңінде болған бір оқиға түсті. Түс әлеті болатын. Үшеуі қос басында шай ішіп отырған. Машинаның гүр еткен дауысы елең еткізілді. Ұшып-ұшып тұрды. Машина қосқа бұрылған жоқ. Тура көк шалғында еріліп жатқан отарға тартты. Қойды үркіттауа, деді Қадыр. Өзі біздің ауылдікі емес қой деймі? Бастықтардың бірі шығар. Қадыр қамшысын алып отарға беттеді. Бұлар да оның соңынан ерді. Машинадан 2 адам түсті. Біреуі басқарма Ерғали екен. Қасындағысы бейтаныс адам. Жүріс-тұрысына қарағанда бастық болу керек. Отарға сұғына берген Ерғали бір семіз қойды шап беріп ұстап алды да, сол-ақ екен, жуан машинасына қарай жүгірді. Жіпке жүгірген болуы керек. Машинасының артында қорбаңдап жатыр. Сол сәтте Қадыр сұрланып кетті. Тапа-тал түсте мыналардікі несі? Оның бар айтқаны осы болды. Сосын шапшаң басып қойдың аяғын байлай алмай жатқан екеуге жетті де, басқарманың қой үстінен тымақша жұлып алды да, Ерғали Қадырдан не күтсе де мұны күтпеген болу керек. Алғашында тілі күрмеліп, сөйлей алмай қалды.
Сәлден соң ғана, «Мұның ней?» деді. «Мал иесі сен бе, мен бе? Аулақ жүре. Ойының ба, шының ба? Мына кісі ауданнан келіп еді. Басқарманың жүні жығылып, жасып қалыпты. Аудан түгілі облыстан келсе де менің жұмысым жоқ. Қойды босат». Қадырдың өктем сөзі қорбаңдап жатқан жуанды өңменнен түйіп жібергендей еді. Ол есін жинап ала қойды. Ерғали бой берер емес. «Сен өзің шындап барасың ғой?» «А? Ілекеңнің қағазы бар. Ілекең жомарт болса, қорасындағы қойынан берсін». Қадауға да осыдан айтқан Қадыр көмекшілеріне иек қағып, «Қойды өргізіңдер» деді. Жолдары болмаған екеуі салдары суға кетіп, машинаға сүйретіле мінді. Еркін мен Төлеген іштей Қадырге риза болып тұр. Не де болса естен кетпестей қылдауа, енді қайтып өздері де маңайламас енді. Қадыр олар кеткен соң біраз бұрқылдап жүрді. Өздері жынданған шығара, не көп, ауданда бастық көп. Бәріне қой бере берсе дүниенің малы шақ келе ме? Жылдан осылай шашып-шашып, жыл аяғында межеден көріне алмадық деп мүләйсіп отырады ғой. Қаз ашуын тырнадан алады дегендей. Сосын ол Еркін мен Төлегенге шүйлікті. «Мен жоқта ашық ауызданып, қойды таратып жіберіп жүрмеңдер. Бір тұяқ шетінде бар ғой, оңдырмаймын». Екі дос бұрын осы Қадыр бастықтарға неге жақпайды деп ойлаушы еді. Осы оқиғадан кейін олар оның жауабын тапқандай болды. Әйтпесе Қадырдың көрсеткіштері басқалардыңнан кем емес. Қозыны да алып, жүнді де жұрттан кем қырқпайды. Бірақ өзінің айтуына қарағанда бәйге алды тиіп көрмеген. Бастықтарының өзін не үшін ұнатпайтынын тегі іші сезетін болу керек. «Мейлі, керемет болмай-ақ қояйын, адал еңбегімен жарылқасын» деп отыратын. Жайшылықта екі сөздің басын құрап айта алмайтын Қадырдың шешенсіп кететін әдеті де бар. Бірақ ол көлгірсуді білмейді. Дәйім көңіліндегісін бүкпесіз айтады. Содан кейін мейлі, шауып алсаң да шайлықпайды. Тағы бірде отарға жеңіл машина бас тіреген еді. Машинадан түскен жас жігіт өзін облыстық газеттің тілшісімін деп таныстырды. Ол өзінің аудан, кеңшар орталықтарында болғанын айтты да жұмыс барысы жайлы сұрай бастады. «Биыл 100 саулықтан қанша қоз алдыңыздар?» 85. Жүн жөніндегі міндеттемелерді орындалуы қалай? Орындалды. Қадырдың жауабы қысқа. Сірә тілші оған қанағаттана қоймады ма? Сұрақты үсті-үстіне бір құраттай кеп, сәлден соң көмекші шопандарға ауысты. «Қашаннан бері істейсіңдер?» Бұлар үшін Қадыр жауап берді. 5 айдан асып барады. Шопандық қалай? Ұнай ма? Ұнамаса бұларды кім зорлапты? Тілші қойын дәптерінің 2-3 бетін толтырғаннан кейін басын бірақ көтерді. Сосын Қадырға қарап, «Сіздер туралы бір көлемді материал жазсам ба деп едім» деді. Осы сөздерді естігеннен кейін Қадыр бірдеме шағып алғандай ыршып түспесі бар ма? «Бізді мақтамақсың ба?» деді ол құлағына өзі сенбегендей. «Оның несі бар? Көрсеткіштеріңіз жаман көрінбейді. Солтүстікте 100 қойдан 85 қоз алу рекорд». Қадыр қолын бір сілтеп сөйлеп кетті. Бұл оның ашулана бастағаны. «Сенің бізді мақтағаның кімге керек? Жазсаң жағдайымызға қанық та ақиқатты жаз. Меніңше 100 қойдан 85 қоз алу мақтануға тұрарлық көрсеткіш емес. Жылда біз 95-100 қоза алатынбыз, бірақ соны аман сақтай алмаймыз. Оның сыры неде?»
Оның себебін ана кеңшармен екі ортада сабылып жүрген мал дәрігері мен бас зоотехниктен сұра. Тілші қойын дәптерін қайта сырды. Қадыр тоқтар емес. Сөз арасында қолын сермеп қояды. Бізде қора жағы жетпейді. Сондықтан мал тығыз орналасқан. Бар қораның өзі ескі. Ертең көктемде төбесінен тамшы ағып, қозы да, қой да суыққа ұрынады. Бұл жөнінде басшыларға, мамандарға айта шаршадық. Олар бізді 100 қойдан 85 қозы алу жаман көрсеткіш емес, деп жұбатады. Өзің айтшы, осылары дұрыс па? Ол бір. Екінші бір көтеретін мәселе шопандардың тұрмысы жайлы. Жаз бойы дала жайлап, ел бетін көрмейміз. Сондағы паналайтынымыз мына жыртық қос. Басқа жақтың шопандары газ пайдаланатын көрінеді. Бізде ол да жоқ. Осындай жағдайда кім жұмыс істегісі келеді? Көнбіс болған бізге бәрібір. Ал мыналар ертең-ақ қолдарын бір сілтеп, тайып тұрады. Егер сен тілші болсаң, осыларды жаз. Біздің мұңымызды жоғарғы жақтарға жеткіз. Қадырдың әрбір сөзін қалт жібермей қағазға түсірген тілші расында да мына айтқандарыңыз көңілге қонымды екен, деп ыңғайға көне бастады. Қадыр оған сенбеген сыңай танытып шегелеп жатыр. Егер осы айтқандарым жазбадың бар ғой, қалаға қуып барамын. Осыдан кейін тілші көп бөгелген жоқ. Келген ізімен кейін қайтты. Уақыт өте берді. Шопандар тілшінің келгенін ұмыта бастаған еді. Күндердің күнінде облыстық газетте Қызылағаштың қой фермасындағы жағдай туралы етектей мақала жарқ ете түсті. Қойды қырған қай қасқыр деген тақырыбының өзі шошытып тұр. Обалы не керек? Тілші жігіт Қадырдың айтқандарын айна қатесіз дәттепті. Аға шопан Қадыр Әленов шаруашылыққа қой өсірудің зор мүмкіндіктері пайдаланылмай отырғанын айтты. Деген жолдары оқығанда басқарманың бүгін болмаса ертең осында соғатыны ішіміз сезген. Айтқанымыз келді, бірақ басқарма жалғыз емес. Зоотехнигі бар, веттехнигі бар, барлық мамандарды ерте келіпті. Тілің шығайын деген екен, деді ол келе Қадырге тиісіп. Мұның айтуына қарағанда бәріміз қаңбақ қуып жүрген сияқтымыз. Зоотехник Әсет Әбубәкіров басқарманы жөндеп жатыр. Бірақ Қадыр оларға бұрылып та қараған жоқ. Қаракөк атқа қарғып мінді де қостан ұзай берген қой соңынан шаба жөнелді. Әңгіме мұнымен біткен жоқ. Келесі күні бастық атаулы үйіліп төгіліп келіп, қабағы қатулы, бірінен бірі өктем сөйлейді. Абырой болғанда қой түгел болып шықты. Бастықтар кетісімен Қадыр бізді жанына шақырып алды да: сендер әлі жассыңдар ғой, шамаларың келсе оқуға түсу жағын ойластырыңдар, деді. Бірақ бұлар сол жылы да, келесі жылы да оқуға бара алған жоқ. Әне-міне кетеміз деп отырғанда басқарма ана жоғалған 50 қойды орнына салмай ешқайда бармайсыңдар, деп зікіп тастаған. Қайдағы 50 қой? Бұлар аң-таң Қадырға келді. Ол еш нәрседен хабарсыз екен. Жедел атқа қонып ауылға шапты. Содан отар басына қас қарая бірақ оралды. Қабағы қатулы, үн-түнсіз көк майсаға сұлай кетті. Сәлден соң ғана басын көтеріп: сотталып кетпесек жарар еді ғой. Не үшін? Күштінің құйрығы диірмен тартады деген емес пе? 50 қойдың актісі 3-ті жоқ деп отыр. Қап. Салынған акті қайда дейсіз? Табылар. Ей балалар-ай, сендер білмейсіңдер. Бұлар жең ұшынан жағаласып, ауыз жаласып алған әккі қулар емес пе? Тіпті сөйлескісі де келмейді. Екі сөзінің бірі сотталасың,
Бірақ сендер қорықпаңдар. Бәрін өз мойныма алам. Соттаса, мен-ақ соттасын. Қадырдың күдігі рас болып шықты. Арада апта өткен соң аудандық ішкі істер бөлімінен шақыру қағазы келді. Сол кеткеннен Қадыр 2 айға дейін ауылға оралған жоқ. Ауыл арасында әңгіме жатқан ба? Қадырдың үстінен қылмыстық іс қозғалыпты деген жайсыз хабар тез тарап кетті. Сол күндері Ерғали отарға келгіштеп, балалар, сендер әлі жассыңдар, болашақтарың алдарыңда. Шындарыңды айтыңдар, 50 қойдың із-түзсіз жоғалып кетуі мүмкін емес қой. Алғанын, бергенін көрген шығасыңдар. Әйтеуір текке күйіп кетіп жүрмеңдер, деп қамқорсыған сыңай танытқан. Бірінің бірі аузынан түкіріп қойған ба дерсің. Ауданнан келген тергеуші де аға шопанмен бірдей жауап бересің. Шындарыңды айтсаңдар, куә ретінде өткіземіз, ал айтпесе темір тордың ар жағында бірақ шығасыңдар, деп зілденген. Бірақ не дейсің? Қадырдың біреуге қой бергенін немесе өзі алғанын көрмесек, қалай көрдік дейміз? Тергеу ұзаққа созылды. Бірақ оның қылмысын дәлелдейтін ешқандай айғақ табылмады. Ауылдастары 50 қойды орнына салып шығарып алмаса әлі де отыра берер ме еді? Кім білсін. Қадыр ауылға оралысымен бірден облысқа тартты. Кетерінде көмекшілеріне соғып, әй балалар-ай, мен үшін оқуларыңнан қалдыңдар-ау. Нақақтан күйдірмек болғандарын қайтерсің. Бірақ қазір аққа күйе жағатын кез емес қой. Шындықты қуып барам. Қайда болса да таппай қайтпаймын, деген. Сол арада көрші отардың аға шопаны Мұхтар: әуре сарсаңға түсіп қайтесің? Аман сау шықтың ғой, соған шүкір ет, деген. Жоқ, олардың арам ниеттерін жалғанның жарығына шығармай тынбаймын. Олар бүгін болмаса ертең тағы біреуді отқа түсіреді. Әділдіктің туы жығылып қалған жоқ шығар. Әлі-ақ 50 қойды өздері орнына салады. Айтқандай-ақ 1 айдан кейін ауылға облыстан тергеуші келді. Келген күннің ертеңіне Төлеген мен Еркіннен жауап алған. Бұлар тағы да өздері білетін жайларды жіпке тізіп айтып берді. Тергеуші өзі бір биязы жан екен. Қоңыр майда дауысы құлаққа жағымды. Алдындағы адамды бірден баурап алады. Ол ауылда жарты ай болды. Де отарға соғып, Қадырға жыртылған актінің табылғанын, бәрі басқарманың бұйрығымен істелгенін, Ерғалидың басқа да былықтары белгілі болғанын айтып кетті. Арада біраз уақыт өткеннен кейін Еркін тергеушімен тағы кездесті. Куә ретінде аудандық халық сотына шақырылған 2 дос мәжіліс залынан шыға бергенде кездескен тергеуші жылы ұшырап: әй батырлар, сот шешіміне ризасыңдар ма? Деді. Бұлай болады деп ойлаған жоқ едік. Төбемізден көк тірегендей басқармамыз қылмысқа белшесінен батып жүр екен ғой. Адалдықты, адамдықты ұмытқан адам жолдан таяды дей беріңдер. Оның арты жақсылыққа апарып соқтырмайды. Қайда жүрсеңдер де біреудің ала жібін аттамауға тырысыңдар, деген тергеуші қоштасар сәтте. Ол ауылға жеткенше осы сөздерді іштей қайталаумен болды. Қадырды арашылап қалған тергеушінің бейнесі көз алдынан кетпей қойды. Сол сәтте оның жүрегіне тергеуші болсам деген ой мықтап ұялаған еді. Еркінің бұл ұйғарымына үй ішіндегілер де қарсы болған жоқ. Сөйтіп ол тағы 1 жыл жұмыс істеді де күзде құжаттарын университеттің заң факультетіне тапсырды. Жолы болғандай, емтихан, конкурстан сүрінбей өтіп, студент атанды. Университетті тәмамдағаннан кейін өзі туып өскен ауданның орталығына келіп, ішкі істер бөліміне қызметке орналасты.
Ал қазіргі бөлім бастығы Теміровпен тұңғыш рет сонда кездескен. Азамат Есләмбекұлы ол кезде аудандық ішкі істер бөлімінде қылмысты іздестіру инспекторы болып істейтін. Кейін ол көршілес ауданға бөлім бастығының орынбасары болып тағайындалды. Ал арада біраз жыл өткеннен кейін екеуінің жолы облыстық ішкі істер басқармасында түйісті. Істің қазіргі барысы жаман емес. Бір аптаның ішінде біраз мәселенің беті ашылған сияқты. Қара мұрттының кім екені анықталды. Ережеп Мәліков 1967 жылы туылған кәсіпкер. Қаланың өзінде ғана бірнеше дәріханасы бар көрінеді. Капитан Пименов пен Петронканың фамилияларының тұсына үлкен әріппен Мәліков деп жазды да астын екі сызып қойды. Мәліков. Кім ол? Петронканың әйелі алғашында Мәліков дегенде білмеймін деп азар да безер болды. Көшербаев. Мәліков сіздің үйіңізге жиі келетін көрінеді. Көршілердің де айтып отыр, деп еді. Петронка оған да дес бермеді. Бүгінде кімнің аузына қақпақ боласың? Алжыған кемпір шалдар не демейді тәйірі? Деген міз бақпай. Сонымен сіз Мәліков дегенді білмейсіз ғой? Білмеймін. Көрмек түгілі естігенде емеспін. Онда бері қараңыз. Капитан Петронканың алдына ұшақ билетінің кассада сақталған бөлігін сырғытты. Міне, қараңыз, мынау сізге сатылған билеттің түбіртегі. Сіз оны осыдан 10 күн бұрын орталық кассадан алыпсыз. Дәл сол күні Мәліков те Алматыға ұшады. Бір қызығы, сізбен қатар отырған. Сонда қалай? Наталья Михайловна, осының бәрі кезде соқпа? Әлде мұнда бір сыр бар ма? Петронкада үн жоқ. Наталья Михайловна, қайталап сұраймын. Сіз Мәліковті білесіз бе? Иә, таныспыз. Петронканың даусы зорға шықты. Онда қайда? Қашан? Қалай танысқандарыңызды айтып беріңіз. Қашан екені есімде жоқ. Бірде кезекті сапардан оралған күйеуім ертіп келді. Екеуі жолай танысса керек. Ол біздікінде көп болған жоқ. Шай ішіп, азырақ әңгімелесіп отырғаннан кейін қонақ үйге баратынын айтып, жинала бастады. Күйеуім, кеш болғанда қайда барасың? Қона сал, деп жабысып еді, көнбеді. Содан кейін мен оны ұзақ уақыт көргенім жоқ. Бір күні біздікіне өзі келді. Күйеуім үйде жоқ еді. Сонда да таныс болған соң есік аштым. Жай келіп пе? Сашаны сұрады. Оның кезекті сапарға кеткенін, енді 4-5 күнде ғана оралатынын айттым. Онда не жұмысың бар еді, деп сұрағаным жоқ. Ананы мынаны сөз етіп, біраз отырдық. Шай іштік. Осыдан кейін ол біздікіне жиі келетін болды. Күйеуіңіз барда да келіп жүрді ме? Жоқ, күйеуім жол жүріп кеткенде ғана келетін. Күйеуіңіз сіздің онымен жасырын кездесіп жүргеніңізді сезді ме? Көпке дейін білген жоқ. Кейін біреу жеткізсе керек, бір күні жұмыстан оралысымен жанжал шығарғаны бар. Сосын сіз полиция шақырдыңыз. Иә, бәрін біліп отырсаңыз, несіне сұрайсыз? Айта беріңіз. Ол егер Мәліков ендігәрі осы үйдің табалдырығынан аттады бар ғой, менен жақсылық күтпе, деді. Сіз ақталдыңыз ғой. Одан басқа қандай амал қалды менде? Күйеуімнің көзіне шөп салғанымды мойындауға батылым жетпеді. Бар айтқаным, құлағыңа сенбе, көзіңе сен дедім. Осыдан кейін ол бұл мәселеге оралған жоқ. Капитан әңгімені одан әрі созған жоқ. Келіншекке тергеу аяқталғанға дейін ешқайда шығуға болмайтынын ескертті де қош айтысты. Көршілері айтса айтқандай, Петронканың әйелі шынында да келбетті екен. Тіпті
екі баланың анасы дейтін дей емес. Қыпша белі қиылып тұр. Аяқ басының өзі өзгеше. Бейне бір қыл арқанның үстінде келе жатқандай бұралаң етеді. Петронканың жауабын ол үш қайтара оқып шықты. Алғашында бәрі орында сияқты еді. Бірте-бірте көңіліне күдік ұялай бастады. Әңгіменің басында Мәліковті білмеймін деп азар да безер болған сұлу келіншектің айналасы 10-15 минуттың ішінде іштегі сырын бүкпесіз ақтара салуын немен түсінуге болады? Тіпті бәрін жіпке тізіп шықты ғой. Өз қылығынан өзі қымсынбайтын да сыңай танытты. Мұнда не сыр бар? Дәл қазір дөп басып айту қиын. Әйтеуір тегін емес. Мүмкін оның түйіні Мәліков шешер. Ол не дейді екен? Мәліков қою қара мұртты кеспелтектеу жігіт екен. Шодырайып шығып тұрған жақ сүйектеріне қарағанда қайратты жан сияқты. Бірақ инспектордың алдында ол бір түрлі жасып жанарын көтере алмады. Азамат Мәліков, сіз Наталья Михайловна Петронканы білесіз бе? Үйінде бір рет болғам. Содан қайтып көрген емеспін. Бірінің аузына бірі түкіріп қойған ба дерсің. Бұл да көргем жоқ, білгем жоқ деп көлгірсіліп отыр. Көшербаев столдың жартылай ашық тұрған суырмасында жатқан билетке қол соза берді. Ондағы ойы Петренко сияқты Мәліковті де бірден бұлттартпай тұйыққа тіреу еді. Бірақ ол бұл ойынан тез қайтты. Мәліковке билеттің орнына Петронканың өзіне қайтарған жауабын ұсынды. Мынаны оқып шығыңыз, сосын жақсылап ойлан, деді ол. Мәліков бір жапырақ қағаздан көз алмай ұзақ отырды. Сабырлы қалпын сақтауға қанша тырысқанмен әлсін құбылған өңі ішкі толғансын сырт көзден жасыра алмаған еді. Ол Петронканың жауабын оқып шыққаннан кейін өзіне қойлар кезекті сұрақты күткендей үнсіз отырып қалды. Бірақ сұрақ қойылған жоқ. Азамат Мәліков, жұмыс аяғы таяп қалды. Енді сізді ұстамаймын. Ойланыңыз. Ұмытылған жайлар болса есіңізге түсірсеңіз, келесі кездескенде уақытта текке өткізбейік. Бәрібір шындықтан ешқайда жалтара алмайсыз. Қош сау болыңыз. Осылай деп Көшербаев алдында жатқан қағаздарды жинастыра бастады. Бұл Мәліковтың милиция алдын бірінші көруі еместі. Кезінде қоғамдық жерде төбелес шығарып, жазықсыз жанды жәбірлеген үшін заң алдында жауапқа тартылған болатын. Сонда сот 2 жылға бас бостандығынан айырған. Бірақ одан бері едәуір уақыт өтті. Ол алғашында ішкі істер басқармасына өзінің неге шақырылғанын біле алмай дал болған. Қазірде түкке түсінсе бұйырмасын. Әлгі капитанның өзі бір қызық адам екен. Петронканы білесің бе? Деді де қойды. Қалай десе де шақырулары тегін емес. Ойына бір сәт Наталья оралды. Іштей оған ренжіп қалды. Бәрін жіпке тізгендей айтып шыққан несі? Тіпті екеуінің кездесіп жүргенін күйеуінің біліп қойғанына дейін жасырмапты. Әйтеуір не болса да милицияның ізге шыққаны анық. Енді одан құтылу оңай болмас. Ол Натальяның инспекторға берген жауабын тағы да көз алдына елестетті. Тіпті қазбалаған кісі жоқ. Өзі ағынан жарылып, алдына түсіп отырған. Оған осынысы ұнаған жоқ. Тегін емес. Сұлу келіншек тағы бір қулығын алдына тоспаса не қылсын осы? Оңайын деп тұрған іс жоқ. Ол шақыру қағазын алғанда құрыдым деп ойлаған.
Құдайы иіп әзірше аман құтылды. Иә, әзірше. Ертең не болары белгісіз. Ол түні бойы көз ілген жоқ. Өйткені күндерді есіне алып дөңбекшумен болды. Ойлаған сайын ет бауыры езіліп, тұңғиыққа батып бара жатқандай сезінді өзін. Бәрін Наталья кінәлі. Ал жауабына қарағанда сол кінәнің бәрін бұған аударғысы келетін сияқты. Іздеп келгенде бұл, айналшықтап шықпай қойғанда бұл. Сонда нені меңзеп отыр? Ол әрі ойланып, бері ойланып, не де болса қолмен істегенді мойындаймын, мойынмен көтеремін деген тоқтамға келді. Қылмысын өз еркімен мойнына алғандарға жеңіл жаза тағайындалады деуші еді ғой. Мүмкін бұған да біреу болмаса біреу аяушылық жасар. Көшербаевтың Мәліков пен Петронканың арасындағы байланысты дәлелдеуге айғақтардың жеткілікті екенін біле тұра тура шабуылға шықпауының мәні барды. Ол Петронканың жауабын оқығаннан кейін Мәліков өзінен өзі шешіледі деп ойлаған. Әзірше үміті ақталмаған сияқты. Арада 3 күн өтсе де Мәліковтен хабар жоқ. Мүмкін оны еркіне жіберіп қате істеген шығармын деп ойлады ол. Бірақ адамды еріксіз қысқанмен бола ма? Жас келіншекпенен таныстығы үшін жауапқа тағы да тарта алмайсың. Осылай ойы 10 саққа жүгірген ол топ мүшелерін жинап тағы да ақылдасуды жөн көрді. Жұмыла көтерген жүк жеңіл деген емес пе? Олар не айтады? Жедел топтың мүшелері көп күттірген жоқ. Өткен күндер оларды тонның ішкі бауындай жақындастырып жіберген сияқты. Алғашқы күндегідей емес, өкпесі тараған. Серғалиев те іске көмектесіп, сырттай бақылау тапсырылғанды. Капитан әңгімені содан бастауға ұйғарды. Ал сөйле, деді ол жас әріптесіне жылы шырай танытып. Мәліков 3 күннен бері жұмысынан шыққан жоқ, деп бастады әңгімесін Серғалиев. Кешке үйінен шығып вокзалға қарай жаяу бет алды. Бірақ неге екені белгісіз жарты жолдан кейін қайтты. Қанат Мағжанұлы, бұған сіз не айтасыз? Мәліков жұмысқа шықпай үйінде бүк түсіп жатып алуы тегін емес. Меніңше ол қазір торға түскен арыстандай аласұруда. Не істерін білмейді. Жанын жегідей жеген ойлардан құтылудың жолын іздейді. Сондықтан әлі де болса оны сырттай бақылаумен шектеле тұрғанымыз жөн болар. Ол бүгін болмаса ертең бәрін өзі мойындайды. Алғашында менде осылай болады ғой деп ойлап едім. Әзірше ол үмітім ақталмай отыр. Жарайды, бұл Петронкаларды білетінін мойындады, делік. Бірақ мұнымен қылмыс ашылмайды ғой. Біз оның Петронканың өліміне қатысы бар екен дәлелдеуіміз керек. Ал біздің қолымызда ештеңе жоқ. Рас, қысыңқырап жіберсек оның қылмысты мойнына алуы да мүмкін. Бірақ сотта бәрі ашылады ғой. Жалпы өздерің жақсы білесіңдер. Сотқа бос сөз емес, дәлел, нақты айғақ керек. Біздің жалпы бағытымыз дұрыс. Өткен уақыт ішінде біраз іс тындырдық. Ең бастысы, іске қатысты тағы бір адам белгілі болды. Бірақ оның тек жорамал екені естен шығармауымыз керек. Иә, әзірше бұл тек жорамал ғана. Топ мүшелері бір сәт үнсіз қалды. Меніңше, Пименовті тағы да мазаламай болмайды, деді сәлден соң Айбасов. Оның 1 сәуір күні базарға баруы күдік тудырады. Мүмкін ол Мәліковті білетін шығар. Осынысын анықтауымыз керек. Сосын қылмыс
жасалған жерді тағы бір мұқият тексеру керек сияқты. Мүмкін ілгешек боларлық бірдеңе табылып қалар. Айвасовтың бұл пікіріне ешқайсысы қарсы болған жоқ. Жақсы, деді Еркін Жанатұлы. Қанат Мағжанұлы, депоға сіз барыңыз. Пименовті мазаламас бұрын ол еңбек ететін ұжымның мүшелерімен, басшыларымен кездесіп әңгімелесіңіз. Ол бізге жайда өкпелі ғой. Ешқайда айғақсыз қайта-қайта мазалай бергеніміз жөн болмас. Осыдан кейін ол Серғалиевке бұрылды. Сіз Мәліковті көзден таса қылмаңыз. Үйде деп жүріп сан соғып қалмайық. Көшербаевтың кабинетіне кіргені сол еді. Ішкі телефон шылдыр ете қалды. Капитан Көшербаев тыңдап тұр. Жолдас капитан, сізді мазалап тұрған жауапты кезекшінің көмекшісі лейтенант Петров. Сізге бір жігіт келіп тұр. Аты жөнін сұрадыңыз ба? Мәліков Ережеп Нұрғожаұлы. Кірсін. Мәліков табалдырықтан аттады да ілгері озбай тұрып қалды. Отырыңыз, деді капитан оған қарсы алдындағы орындықты нұсқап. Мәліковте үн жоқ. Бар болғаны қолындағы бас киімін умаждай берді. Келуін келсе де әңгімені неден бастарын білмей, айтар ойын жүйелей алмай отырғандай көрінді оған. Осы сәтті қапысыз пайдалануға ұйғарған капитан: сіздің бұл іске қатысыңыз бар екенін біз білетінбіз, деп қойып қалды. Мәліков елең ете түсті. Қандай істі айтасыз? Түк білмегенсімеңізші. Петронканың ісін айтамын. Тергеуші ойындағысын дөп басқанда Мәліков отырған орнынан ыршып кетті. Жоқ, деді ол ерні дір-дір етіп. Бұл жала, менің оған түкте қатысым жоқ. Онда неге Петронканың әйелін білетініңізді жасырдыңыз? Аға инспектор, Мәліковтің ойлануға мұршасын келтірмей бастырмалата жөнелді. Ол сол күні базарға келген. Кімді іздеп келді? Әрине сізді іздеп келді. Әлде шақырумен келді ме? Бір уақыт тілі байланғандай үнсіз қалған Мәліков. Мен ол күні таңертең базарда болғам жоқ, деді. Онда қайда болдыңыз? Үйде болдым. Жұмысқа түстен кейін ғана шықтым. Көршім де растай алады.